жүздеген қазақтар авторазбор жасамыз. Бізден өзім шешіп, ақшасын береміз ол кісіге. 10 миллион 400. 3 миллион 150 мың тура. 2022 жылға автокөлік. Хит машиналар тұратын шоурумға келдім. Болады шүкір арзан екен. Бір айтарлық, егер біздің мемлекетте осындай жағдай болса, әр қазағым бір көлік мініп жүретін еді. Видеоны соңына дейін қараған адамға Дубайдан көлік алуға бұйырсын дейміз. Қазақ контент үшін бір подписка, қазақ тілі үшін бір лайк. Шолу бізден, таңдау сізден болсын ағайын. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Шолуда KZ. Мен бүгін Шарджа қаласындамын, және де мінекей көптеген қазақтарға осы актуалды тема десек те болатын шығар. Дубайдан автокөлік деген. Енді шыны керек, күн сайын мына жақта енді жүздеген қазақтар жүр, автокөліктерді сатып алып. Біз де мінекей келіп, осы Дубайдағы машиналардың бағаларын тағы да бір көріп кетейік деген оймен келдік. Және де осы жерде Ақжол деген жігітпен танысып отырмын. Ақжол, ассалаумағалейкум. Мінекей Ақжол 5 жылдай болды Дубайда тұрып жатырмын дейді. Және де өзің немен айналысасыңдар айтып жіберсең? Авторазбор жасамыз, отправка машинамен жібереміз. И потом клиенттердің машиналарын жинап беруге, авторынкта машина іздеп беруге. В общем, бізде условия бізде гараж бар. Сөйтіп Алматыда, Қазақстандағы үлкен кісілер бар, которые авторазбормен айналысып отырған. Сол кісілерге біз көмектесеміз. Машиналар осында шашып, өздері сатып алады аукционнан. Или өзім сатып алып көмектесеміз, соны кесіп, дайындап, контейнерге тиеп, Қазақстаннан отправка. Адамдар сонда авторазбордың машиналары үшін келеді, сіздермен бірге сатып алады, сіздер кесіп, тиеп жібересіздер. Бізде клиенттер бар, которые бірінші рет келеді да сатып алады бізбен бірге, сосын екінші рет уже олар келмейді мұнда, бізге ақшасын салып жүреді, потому что олар кісілер көріп алған. Сенімді боласыздар, машина қанша тұрғанын примерно біледі. И сол машиналар барып аукционнан өзіміз сатып аламыз. Енді жаңа айтып отырсың ғой, енді өзіміз қазақтар доставканы ұйымдастырып жатырмыз деп, иә? Ол қалай болады сонда? Доставканы бізге... Бұл жерден машинаны алады адамдар? Міне, например, қазір клиент сатып алды машинаны. Бүгін кешке уже портқа жібереміз. Сағат 5-ге алып кетеді машина. Иранға кетеді. Ираннан ары қарай бізде адамдар бар. Күтіп алып сопровождениемен Қазақстанға дейін водителер тиеді. Қазір бізде уже, құдай берсе, уже по логистика уже көп болды, ұзақ істеп жатқанымызға. Қазір автоны уже где-то жіберуді где-то уже 2 ай болды. Шамалықта. Тастап жерді уже 2-3 партия кетті бізде. Құдай берсе уже 25 күн, 35 күн ішінде келіп қалады. Хорошо, 25-30 күн ғой негіз Қазақстанға жету үшін. Алматыға дейін, иә? Алматыға. Жеткізу бағасы қандай? Жеткізу бағасы 2600. Бізде андай завышенный баға жоқ, 1000 сұрап тұрады. Бізде круг 2000, например, если үлкен джип болып жаса, тағы үлкен джиптер барса, тада олар 2900-ден 3000-нан кетіп жатыр ол машиналар. Енді қазір машина алуда жеткізу арзанырақ болды ғой. Мынау жылдың соңында келген мен 2022-де. Ол кезде доллар 485 еді. Қазір 450 болып тұр, иә? Сонда доставка қазір арзанырақ болып тұр, иә? Ол да бар. И бізде қазір дан момент еще клиенттер, например, қазір 10 000 $ға әкеліп жатыр ғой Эмиратқа. Ақшалар жетпей қалады. Сонымен через біздің компания арқылы жібереді. Бізден өзім шешіп, ақшасын береміз ол кісіге. Или бізге офисқа келеді. Қолына ар жақтан теңгемен береді, или доллармен береді, неқтан біз дирхаммен береміз. Енді мен Инстаграмда жүргізем, көп адам сұрайды менде, арзан машиналар бар ма, арзан машиналар түсіріңіз деп жатады. Мұнда мысалға Санайда ұрылған машиналар бар. Соны сіздер істейсіздер, иә? Получается, өзім барам, или болмаса клиент өзі келеді, біз Санайға барып, өзіне подбор машина таңдаймыз, келісіп береміз, сөйлесіп береміз. И потом ол машина кеп, СТО кіргіземіз. Отыйда полный запчастьпен айналысып жинап берем өзім. Бампер, ұрылған жерлерін бәрін. И полный покраскамен, и потом жібереміз неге, Қазақстанға. Сіздерде жақсы істейтін шығар, өйткені мен өткенде қарадым да, бір үндістер, пакистандар далада істейді машинаны, кәдімгідей далада бояйды ғой. И былай, вообще, енді сатуға да былай, көзге де былай жағымсыз болып көрінеді. Бұрында қазір рестолар бар, орыстар ашып жатыр, Россиядан кеп, жаңағы Белорусиядан кеп ашып жатқан жігіттерді көп, которые. Енді кейбіреулердің бағалары ашылғаннан кейін қымбат, көбісінің қалтасы көтере бермейді. И сол моментті бізде пайдаланып, қазір дан момент құдай берсе бізде покрашен отдел ашады. Біз уже машинаны от үйде сатып алдық.
алып келеміз өз ресторнымызға, тура сол жерде жасалады, сол жерден отправка болады сразу. Өзбектер істейме сіздерде? Жоқ, бізде қазақ жігіттер істейді. Қазақстан істейме? Иә, қазақ жігіттер, Алматыдан құдай берсе, пока красителен адам келеді, и потом электрик келеді. Олармен жұмыс істеу проще. Да. Потому что бізді қазақ жігіттер келеді да, жаңа келістау келіп отыр, түсіндіре алмайды ештеңені, ананы дұрыс жасамаған. Олармен басыға тырысып емес, саған машинаны тез алып кетіп жіберсем екен деп пландайды да. Содан кейін, чтобы клиент келген кезде, чтобы электрикпен сөйлесенде, покрашен отделдермен сөйлесенде, чтобы оларға, чтобы возможно болсын деп. Сол үшін өзіміздің қара домалақ жігіттерді тартып жатырмыз жұмысқа, қасымызда да жүр. Дұрыс. Бұл жақтағы жұмысы авторазбор в основном. Сондықтан лайк, комментарий қалдырыңыздар. Егер қызық болса, Ақжол өзінің офисына шақырып жатыр. Келіп менің жұмысымды, гаражымды көріп кет, видео түсіріп кет деп жатыр. Жақсы комментарий, лайк жинасақ, Ақжолдың гаражына міндетті түрде барамыз. Ал достар, алдарыңызда тұрған Highlander 21 жылғы. Көп адам осы автокөлікке қызығады, шыны керек. Сапасы жақсы машиналардың бірі Highlander. Қараңыздар, бұл машинаның бағасын қазір мен сізге айтып өтейін. Километраж 35 мың шақырым жүрген екен. Иә, бұл машина мінеки 20 жылға. Дубайда мінеки осылай көбінесе жазып қоятындары бар. Машинаның лобовойына 21 жылғы деп жазады, бірақ бирка бойынша 20 жылы болып есептеледі. Үйтіп айтатындары себебі 21 жылғы модель деген сөз бұл. Бұл автокөліктің бағасы 16 миллион 500 мың теңге, достар. Осы менің каналым Шолуда KZ деп аталады, бірақ осы көліктерге қатысты бөлек бір канал ашқан болатын, соның аты Автошолу. Мінеки сілтемесі, осы каналға кіріп тіркеліңіздер. Достар, бұл Toyota Hilux 22 жылға. Кетеу бар? Yes. 14 миллион бұның бағасы. Осы машинада мінеки сұранысқа ие, көбінесе ауылдарға алып жатады. Сельхозник той, жақсы машина. Былай жұмыс дегенге бірдеме тасығанға өте жақсы машина. 2-7, 4-4 мінеки көріп жатсыздар. Бұл 22 жылғы автокөлік, және де 20 жылғы көліктер, мынау осы машинадан бастап бәрі 20 жылғы көліктер. Бұлардың бағасы 10 миллион 400 болады. Яғни 21 жылдың моделі, бірақ бирка бойынша 20 жылғы модельдер. Мінеки алдарыңызда Сиеналар тұр. 2015 жылға, мынау 2017 жылға. Мына қараға келер болсақ, бұның бағасы 5 миллион 600. Енді ар жағында тұрғаны бір 6 миллионның үстіндегі машиналар. Бізде бұл машиналардың бағаларын жазып өтіңіздер, қанша екен. Ал достар, менің артында тұрған 75, әйгілі 75 Toyota Camry көлігі. Бұл көліктің жылы 21-ші, пробег 14 мың миль, бұл примерно 25 километр. Мінеки дұрыс болмаса түзетіп жеріңіздер. Бирка бойынша да 21. Сыртынан қарағанда состояниясы жақсы. Достар, бұл LE комплектациясында бұл жерінен ғана ұрылған деп жатыр. Мінеки жігіттер, баға 9,5 миллион. Әрмен қарай кеттік. Toyota Corolla Американец, бұның бағасы 8 миллион. 2022 жыл. Қасында тұрған сұр Camry 75, бұның бағасы 9 миллион 200. Мінеки осындай бағалар. Dodge Charger қызықтыра ма? Жазып кетіңіздер, қызықтырса бағасында айтармыз. Қазақстанда мінеки осындай K5-тар толып жүр. Мінеки тағы да бұл көп алынатын көліктердің бірі, және де Camry 75. Так, бұл K5-тың бағасы 9 миллион. Ровно тура мынау 10 миллион Camry 75. Екеуінде де ұрылған жерлері бар, бірақ бұл машиналар қазір дайын сатылатын күйінде тұр. Santa Fe бұның бағасы 8 миллион 300 мың теңге. Машина 2020 жылға. Hello. Hi, how are you? Camry 2017 года. Пробег одному богу известно. Так, цена этого автомобиля 3 миллиона 904 тысячи тенге. Так, поехали дальше. What this price, bro? This
This one 29. 29. 15 model. 2015. 2015 год. Цена? Прайс? 29. 29. Yeah. This Хорошо. one American. 3.500.000. Американец, да? Yeah, American space. 3,5, 3,5 миллион теңге. Достар, мінекей бұл чисто арзан машиналардың отаны. Lexus. 2008 жылғы Lexus. Прайс? This one 31. GCC this one. DCC. Yeah. Арабский. Кеттік. Прайс, бро. 31,000. 31,000 dirham. 31. 3 миллион 782 мың. Discount 2008 жылғы. Окей, дискаунт бар дейді, түсіреміз дейді. Ал енді мынау 2015 жылғы Camry, бұның бағасы 3 миллион 150 мың тура. Достар, шаржда тек қана қолданған машиналар емес, мінекей жаңа машиналар да тұрады. Hyundai Santa Fe 2022 жылғы автокөлік. Бағасы 17 миллион. Объем 3,5, 3,5. Мінекей полная комплектация деп жатыр. Панорама жақсы көліктердің бірі. Хит машиналар тұратын шоурумға келдім. Бұл жерде Sorento тұр, Sonata тұр. Солардың бағаларын в общем мен сізде айтып кетейін. Машиналар 21-22 жылғы көліктер. Sorento. Мінекей менде де осындай машина. Мынаны көргенде деп ойладым да, мен машинамды 22 миллион 400-ге алған Алматыдан. Мына жақтағы бағасы 11 миллион 500. Ішіне кіріп қарадым, мен комплектациясы менікінен хуже екен. Фу, слава богу. Велюровый салон. Мына машинаның бағасы 11 миллион 500, короче. Santa Fe-ның бағасы 10 миллион 370. Мінекей 22 жыл. Осы плюс-минус бұл автокөліктердің бағалары, орташа бағалары 10 миллион 370. Бұл самый полный комплектациядағы машина. Tucson, айны жерде тұр, Tucson. Бұл да полный, бұл көліктің бағасы 10 миллион. 10 миллион. Так, және де Kia-ның бағасы 9,5 миллион. Kia K5-дің бағасы 9,5 миллион, достар. Дубайда, Шарджа қаласының базарында қазақтар өте көп жүреді. Мінекей тағы да есімің кім, бауырым? Данияр болды есім. Мінекей Даниярмен көрістік. Қай қаладан келдіңіз? Жамбыл облысы Қордай ауданынан келіп тұрмыз, Қордай ауылынан. Қандай машина іздеп жатсыз? Жалпы жеңіл көлік қарауға келгенбіз, көреміз. Camry бола ма, Kia бола ма, Hyundai бола ма. Бұйыртқан қарап отырмыз. Бүгін ғана келдік, бірінші күн жалпы. Бірінші күн ба? Бүгін ғана келдік, иә. Мынау базар енді чисто көбінесе бушный автокөліктердің базары. Сіздер қандай жаңа машина қарап жатсыздар ма әлде? Түсіндірді, жанында көмекші жігіттер бар, хабары бар, көріп жүрген, біліп жүрген. Солар айтып жатыр, ертең күндері жаңа көліктер базарына барамыз деп. Сол жақта көрейік. Мына жақтан жақсы варианттар шығып жатыр негізі. Бағасы да келісімді екен. Бірінші күн болған кейін асығып атқан жоқпыз, шыны керек. Бұйыртқан. Қанша күнге келдіңіз? Тапқанша болармыз бұйыртса. Анықтаған жоқ. Қай қалада тоқтадыңыз? Дубайда ма, Шарджада ма? Шарджада мына жерде отельге келдік, осы жерде. Жақынырақ, е? Жақынырақ, 5 шақырым жерде. Қазақтар көп па отельде? Мен отельде тоқтадым да, ол жақта енді бір шыны керек, бір 2-3-4 бауырымызды көрдім, тоже машинаға келген. Біз келдік, кірдік, жуындық, демалдық. Соны шықтым, мына келдік. Ешкімді байқаған жоқпыз, енді көрмесек, ертең азанғы таңғы аста байқаймыз бәрін. Енді қалай осы базарға көңіл толып отыр ма, машиналарға шынымен арзан ба, Қазақстанның бағалары? Болады, шүкір арзан екен. Бір айтарлық, егер біздің мемлекетте осындай жағдай болса, әр қазағым бір көлік мініп жүретін еді. Қараңыз, мысалға Camry 21 жылғы Camry расторможкасы примерно 3,5 миллион теңге болады. Доставкасымен плюс 1 200 000 1 миллион қосасыз. Сонда примерно 4,5 миллион мысалға. 4,5 миллион кәдімгі ақша ғой? Иә, қымбат па, қалай ойлайсыз әлде? Ойлайсыз емес, нақты айта аламын, қымбат қой. Сонда Camry'дің бағасы бұл жердегі енді 9 миллион. Сонда машинаның жартысының бағасын біз чисто налогтарға төлейміз. Сол неге кетіп отыр ғой? Мысалы, сіз айтып тұрған 9 миллион деп, 9 миллион 70 емес, 75 біз тапқан 75 Camry 21 жылғы. Жаңа Carfax дейміз ғой, ұрылған жерді аз екен, 8,5 миллионға саудаласып қойдық.
бірақ нақты нүкте қойған жоқпыз. Құдай қаласа ертең тағы саудалассақ па, көрсек па деп басқа да варианттар шығып қалған. 8,5 миллионға 21 жылғы 2.5 Camry шығып тұр. Америка, Растармошкасы санадыңыз ба? SE комплектация. Енді есептедік, ар жақ бер жағы бар. Құдай қаласа аман есен жетсе, бір 12-12,5 миллионға отырады. Құдай қаласа. Сол 4 миллион болып тұр ғой, ар жақ бер Сол жақ. сіз айтқан баға шығып тұр. Амал жоқ, не істейміз енді басқа. Бізде ол бағалардың, ол машинелердің, көліктердің бағалары 16, 15, 18, 22-ге дейін барып тұр. Онда рахмет, сәттілік, жақсы машина табуға тілектеспіз. Рахмет сізге. Бұл 22-ші жылғы Sonata, бағасы 10 миллион теңге. Енді бұл көліктер, достар, 22-ші жылғы көліктер болған менен, жерде тұрған әр көліктің өзінің бір ақауы бар. Біреуінің бампер ұрылған, біреу крылосы, біреуінің капот ұрылған, достар. Сондықтан да бұл без пробега деп ойлап қалмаңыздар, бағалары да сол үшін арзан болып тұр. Енді бұдан жаңа машиналары, жүрілмеген машиналары плюс 2 миллион шығар енді, достар. Енді сіздер үшін түсірдік, көріңіздер, комментарий жазыңыздар, каналға лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар, достар. Және де тағы да бір айтып өтейін, Шолуда KZ каналы travelға қатысты канал. Көлік жайлы мен жаңадан бір канал аштым, оның аты Автошолу. Егер Дубайдағы автокөліктер жайлы көбірек мағлұмат аламыз десеңіздер, сол каналға тіркеліңіздер, достар. Сонымен осылай, көп-көп рахмет.